Сәлеметсіңдер ме менің сүйкімді де тапқыр оқушыларым. Шәкірт онлайн мектебі. Сендермен мен Аяулым Нышанбайқызы. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз зат есімнің жекеше және көпше түрі деп аталады. Сабағымыздың мақсаты зат есімнің жекеше және көпше түрін үйренетін боламыз. Тақырыбына қарап, өлең мазмұнын болжа, өлеңді мәнерлеп оқы. Өтірік өлең. Ақ тауыққа мініп ап, айға кеттім зымырап. Құйынынан тауықтың кетті бұлттар ыдырап. Бұл не себепті өтірік өлең екенін дәлелде. Өтірік өлең балалар адамның ақылына сыймас, әртүрлі дүниелер құрастырылған, ұйқастырылған өлең екен. Зат есімдерді тауып жекеше не көпше түрін екенін айт. Ақ тауыққа тауық. Қанша тауық? Бір тауық. Демек жекеше. Құйынынан тауықтың кетті бұлттар. Бұлттар қанша бұлт? Белгісіз. Екіне одан да көп болуы мүмкін, я? Яғни бізде ларлер, дардер, тартер дегендегі тар жалға отыр. Демек бұл көпше түрдегі зат есім. Өлеңді түсініп оқы. Ақ көгершін жөнелді, зеңгір көкте зырлайды. Жер бетінде сұм соғыс болмасын деп жырлайды. Мылтықбай Ерімбетов. Көгершін туралы өлең. Тірек сөздерді пайдаланып, көгершін бейбітшілік құсы тақырыбына мәтін құрап жаз. Тірек сөздер. Көгершін, сызықша, бейбітшілік құсы. Көгершін бұрынғы заманда хабар әкелген. Себебі ертеде хат тасушы болмаған, көгершін сол қызметті атқарған. Алыс елдерден біріне бірі хабар жеткізу мақсатында көгершінді қолданған екен. Жаңылтпашты жатқа айт. Ақ кептер, көк кептер, көп кептер. Ақ кептер, көп кептер, көп кептер. Менің өзім қателескетін балалар. Ақ кептер, көк кептер, көп кептер. Ақ кептер, көк кептер, көп кептер. Міне осылай тез айтамыз. Меңзер бағытымен оқып, шыққан сөйлемді тақырып етіп алып, мәтін құрап көр. Меңзер бағыты деген, міне меңзер мынау бағыт, я? Бұлай жүреміз. Құстар біздің досымыз. Міне, құстар біздің досымыз деген сөз шықты. Бұл сабақтан үйрендім, жекеше және көпше түрдегі зат есімдерді біліп алдым. Жарайсыңдар балалар. Сонымен балалар, біздің сабағымыз аяқталды. Сау, саламатта болыңдар.